Қайырлы күн баршаңызға. Псилиумсыз, дрожжсыз, чечевицадан глютенсіз нан жасаймыз. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып кет. Алдымен чечевицамызды түнге суға салып қоямыз, холодильникке. Одан кейін азанда бір жуып алып, үстіне 2 жұмыртқамызды, одан кейін 2 ас қасық айранымызды, тұзымызды салып аламыз. Одан кейін 2 ас қасық оливковый масламызды құйып аламыз. Покружной блендермен жақсылап езіп аламыз. Үстіне 1 ас қасық қопсытқыш салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін осындай формамызға құйып аламыз. 180 градуста 50 минутқа пісіріп аламыз. Чечевицадан нанымыз дайын. Толықтай суытып барып кесеміз. Кескенде арасы осылай болып шығады. Кәдімгі нандардан ешқандай айырмашылығы жоқ. Рецептін осылай жасап көріңіздер. Көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Бір жасағаннан шығады. Мен өзім бірінші рет жасадым бүгін. Видео ұнаса, пікір қалдырып, лайк басып кет.